Biz keşke bir toxtumuzda soyup aldık koşuqatıqqa dep. Endi sonra müşöleyimiz. Birinci san etten başladım. Osılay etlerini bölüp alamız. Ana bir жерде bez болады. Bu bezді обязательно алып тастау керек. Suyuklarını ajıratамыз. Alacağız. Sırtqı etlerini osılay osub alamız. Sərpəl et tuzlab koyamız, etin dəmi kirsin dep. Негізі keptirip alған et болса tuzunu көбірек сеуіп, biraz gün қақтаймыз. Сонда ет өте дәмді болады. Қойдың құйрығы. Bunu қойдың құйрығын құйымшағынан ажыратамыз. Құйымшағын алып тастаймыз. Қойдың құйрығын негізі шырғырып, балаларды сылағанға, ішкенге бұрын қолданғанбыз. Тұздап қойып, бұны да қақтап, кептіріп, ет асқанда етке саса дәмі бұның да керемет болады. Енді мынауымыз қабырға. Қабырғаның арасында ашып, бұны да тұздап қоямыз. Tuzsuz tamaqtың dəmi kirmeydi. Mana sübü deydi. Негізі sübünü жамбаспен бірге сыйды қонақтарға тартылады бұл sübü деген. Мынау белдемші омыртқа. Белдемші омыртқамды мындай барлығын бөлек-бөлек қылып, еттерін осып дайындап қойдық. Omuz төс. Төсті негізі қазақтар күйеу балаларына береді, енді қыздарға күйеудің сыбағасы деп. Қыз алыста болса, баяғыда қазақтар айтады екен, ой, кім келді дегенде, бауырым келді, бауырым не әкелді дегенде, төс әкелді, төстен басқа, мені басқа кім бар деп сол айтпақшы. Көбіне төсті күйеу балаларға беріледі. Бұны негізі төстің етегін алып, жаңағыдай қолдан рулетте жасалынады. Ана еттің бәрін алып, кәдімгі ішіне асайым сөйлерін бәрін салып, жасауға болады. Өте дәмді болады. Бұнымыз төс. Ендігі мүшеміз қолды. Қолда да үш сүйек болады. Kərəcilik deydi. Kərəcilik negisi burada жаңағыдай сыйлы-жіліктің біреуі екен. Біз бала күнімізде кәріжілік жемейміз деп кәрлер жейді десек жоқ, бұл кәдімгі кәдері-жіліктің біреуі. Burada etlerini osып, suyeklerini çiliklep koyamız.
жауырын. Жауырынды баяқта қазақтар жауырынға қарап шаңдай көріпкелдік жасайды екен. Мына жерінде безі болады. Burada бұның безін алып тастау керек. Аяқ жағындағы бүйтіп кесіп қойсаңдар болады. Етімізді осып алдық, енді тұздап қоямыз дәмі берсін деп. Бұны біз бит омыртқа дейміз. Buna обычно қуырдаққа қосамыз. Мал сойғанмақта. Бұны да өстіп бөліп қоямыз дайындап. Бит омыртқаның негізгі мына еттері өте жұмсақ болады. Өте дәмді көбіне бұны алып, еттартқыштан өткізіп, пельменге қолдансаңдар өте тамаша болады. Қалған бір аяқ, қол қабырғасы қалды. Енді бұны да тура басып, мына еттегідей ажыратып, жөндеп, тұздап қоямыз. Сонымен етіміз дайын болады. Етімізді өте көп тұздамаймыз, аздап тұздап қоямыз. Алдыменен сыртқы бетін тұздаймыз. Енді бұрынғыдай жаятын болсақ, онда оның арасын бәрін ашып тұзын молдырақ жасайтын едік. Қазір енді бұны тұзын ағазданып сіңгеннен кейін тоңазышқа салып қоямыз. Сол үшін тұзды қатты көп сеппейміз. Енді дәмі кіріп тұрсын деп аз-аздан сепіп қоямыз осылай. Тұз сеппесең, еттің дәмі кірмейді. Мынауымыз жамбас, мынауымыз асықты жілік, мынау тоқпаған жілік. Мынау енді қолы. Бұны енді мына еттің үстін сағаннан кейін асын тұздамаймын. Мынау жауырын. Бездерін бәрін алып қойдық. Мынауымыз кәрішілік дейді. Енді тұзды өте көп сеппейміз. Төсімізді тұздайық. Жалпақ омыртқа, арқа омыртқа. Бәрін бөлек-бөлек ашып қойдық. Дәмі кіріп тұрсын деп. Қабырғамыз. Қабырғаның сыртын майлы болғаннан кейін тұздап қойайық. Сіңсін деп. Артқысанымызды сыртын тұздайық. Жілік. Жілігіміз. Мынауымыз құйрық. Негізі құйрықты шығыратын болсақ тұздамаймыз. Шығырмайтын болсақ осылай бұны да сәл тұздап қоямыз, дәмі кіреді.
жаңағыдай ораmananға мәнтіге қолданған өте дәмді болады. Мен өзім көбіне сондайға қолданамын. Мынауымыз бүт омыртқа, мойын омыртқа. Мұз құйымшақ. Құйымшақта қойдың ең дәмді жерлерінің бірі. Тұздау процесіміз бітті осымен. Енді біраз тұрып, тұзы сәл кіргеннен кейін бәрін де